ана екеуі бірге жатқан дейді ма, ақша бермеді маған, осынша тапты, бірдеңке деп жыланып айтып отырып, қатын туралы сонша әңгімелерді айтып бастаған. Сол позорниктің біреу кандидат сол деп ойлаймын. Екіншісі Айран деген не бар ғой, аккаунт көріп жүрсіңдер ғой, агентство там Айран деген. Соның бір журналисті прямой эфирде отырып біреу жазған атын орнына никнеймді там Амжалақ Көтбергенова ма бірдеңке деген, соны оқып, соның даусына сұрағына жауап беріп отыр ғой. До того қазақ тілді білмейді деген сөзді, өзі журналист болып та, өзі қазақ, по-моему, ұлты. До того соны не етіп, қазақ тілді білмеу. Мен де өзім де енді шала қазақпын, енді мойындау керек. Қазақша дұрыстап сөйлей алмаймыз, таза 100% сөйлей алмаймыз енді, бірақ ондай нәрселерді енді үйтіп айтып отқан. До того не болу, это позор деп ойлаймын. Таза позор. Прямой эфирде журналист бұл, простой адам сасқалақтап үйтіп айтып қалсам, ол журналист, ол ми тестеу керек қой, не оқып жатқанын түсіну керек қой. Сол екінші сол деп ойлаймын. Үшіншісі мына Олжас Байділдинов деген пятихатка кликуха, саны 500 теңге бар ғой, орысша пятихатка болады. Үшінші кандидат сол, проезд 500 теңге болсын деп, позорник сонша нелерді қазақ тілді жамандап нетіп жатқан сол. Төртінші Жан Ахмадиев деген, оны көрейін десем қандай позор болды көрем десеңдер, ШБД деген передача бар, соған кіріп көріңдер. Оны қалай позор қылған, қалай мал жіберді деп айтуға болады аналарда. Ол ана әйелдің кезінде қамшы ұрып халықты алдағанында, Әлқожа оны бойға шақырғанында, потом там шаш өсірген, біткен делер, позорларын, короче, бәрін айтып тастады. Оны ит қылып жіберді, ана қамшыны бір бит лақтырып болған, там әйеліне проститутка ма не деп айтып, әйелін ана не болып киіндіріп, жезөкше болып киіндіріп, соны ұрып нетіп жүрген, әйелгі сағаты қанша деп, әпшібайыңды көрсет деп, до того мал қылып жіберді ғой. Өзінен жас балдар бұны әпшібайыңды көрсет деп, до того сондай айтып кетті ғой. Позор. Төртінші октябрьдің позоры, қазан айдың позоры Жан Ахмадиев деп ойлаймын. Сол дауыс берем, ертең ба аргүн ба видео шығарам, солардың аттарын жазып қоям, астына дауыс бересіңдер. Или өздерің варианттарың болса, кім көп, бір 2-3 күннің ішінде ең көп дауыс жинайды, сол позорник, еще мал, октябрь 2025-ті сол номинацияда жеңімпазы болады. Білмеймін, Бадыкованы білмеймін не болып жатыр. Жоқ, Мако Хасан шыққан жоқ. 10-на сот болады, 10-на. Я, Батыр, Жан Ахмадиев дегенді. ШБД дегенді көріндер. ШБД Ахмадиев деп көріндер. Қалай оны анау тамада балдар, прикольшік балдар оны қалай ит қыл жіберген көріндер. Жылау жіберейін деп қалды. 608 енді только ПДД мен қарастырады мәжілісте. В общем, жол ережелер жаңа заң қабылданады, біраз ережелер ауысу мүмкін, соны толықтыру, кейбір спорный ережелерді ауыстыру, өзгерту, статьяларын, наказанияларында өзгерту, сол вопрос көтеріледі где-то бір айдың ішінде. Сол кезде мынау 608 статьяны қайтадан бастайды талқылауды. Хасан 10-на сот біткен жоқ әлі. Бірақ жағдай өте тревожный, опасный. Алты жүз 13 басқа статьялар бәрі праваға байланысты нелер статьяларын бәрін қарастырсын деп айтып жатыр қой. Мысал үшін передача руля. Сен мысал үшін әйел кісілер бір жерде тіреліп қалды, бұрамайды, қорқып жатыр. Сөйтіп, осына жерден шығарып берші, или там қараңғы ма, бірдеңке сондай варианттар болады. Апарып берші, кішкене айдап берші машинаны деп,
көршісіне или там туысқанына айтады рульға отырып алып. Енді оны отырып бүйтіп аузын жақсылап иіскеп, болмаса қан тапсыршы деп, сен ішкен жоқсың ба деп не сұрамайды ғой, бүйтіп түріне қарайды, вроде нормальный. Отырады, 50 метр жүреді, гаи ұстап алады, меттер ұстап алады. Сөйтіп ол ішкен болып шығады. Именно рульдің машинаның егесін алады да лишение қылып жібереді. Ол тоже бір түрлі глупый заң ғой негізі. Сен қаяқтан білесің оны өтініш қылып жатқан адамды ол 100% трезвый екен. Сен медик емессің. Сенде қолыңда алкотестер жоқ, оны үпіріш деп айтады. Сен просто трезвый болып көрінді, сен оны отырғыздың рульға. Неге сен жауап беруің керексің оған? Ол дәлел болса, сендер бірге ішіп отқан, оларда мақұл әңгіме жоқ. Сен бір көріп отсаң, бірге бухать етіп, бірге нетіп отыр, ол сенімен стакан соғыстып бірге ішіп отса, это другое дело. А басқа бөтен адам болса ше. Бір адамды айтпақшы, жақында айтып жатыр. Алматыда өзі ішкен, машинаның егесі кафеде отырып ішкен, сөйтіп трезвый водитель шақырған. Ақшасын төлеп, трезвый водитель шақырып, үйіне машинаны апарып жатқан кезде полиция ұстап алған. Трезвый водителің мас болып шыққан. Представляете, не деген беспредельный ситуация, да? Сөйтіп анау трезвый водитель 7 жылға, и мынау ішкен жігітті, трезвый водитель жалғаған жігітті тоже 7 жылға лишить етіп жіберген. Ол кәдімгідей объявлениемен тауып алған, жарнамамен тауып алып, трезвый водитель услугасын заказыған. Реймова, четверг кешке дейін видеоны күтем. Соңғы срок сол. Кешірім сұрап, нормальный кешірім сұрап видео шығармаса, әңгіме басқаша болады. Екінші сот ұтылды ол. 200 мың теңге төлеу керек, и видео кешірім сұрап, видео жариялау керек өзінің парақшасына. Там Бақыт 1988 ба, өзінің парақшасы бар ғой, сол жерде кешірім видео жариялау керек. Четверг кешке дейін срок берем оған әлі. Желание жоқ, он дальше мыжғылауға да тағы да. Бірақ адам айтқан түсінбесе, басқаша болады. Ой, рахмет, Кука, Астана, рахмет. Подаркаларыңа рахмет, үлкен. Римоваға не болды, түсінбедім дейді. Қазақ, екінші сот ұтылды ол. Бірінші сотта 500 мың почти штраф салды оған. Негізі 20 суткаға қамау керек еді, жылады ол ана сотта кәдімгідей. Аңырап қойыңызшы деп. Сөйтіп 500 мың, 495 мың штраф салды. По-моему, әлі төлемеді ол. Сөйтіп тағы да бір сотқа берді. Ол жерде 200 мың теңге маған төлеу керек, моральный ущерб, и кешірім сұрау керек. Кәдімгідей официально кешірім сұрап, өзің парақшасына сол видео 30 күн тұру керек. Пока орындаған жоқ. Негізі 23-не уже күшіне енді решение суда. Жақсылықпен түсінмесе, басқаша істейміз. 174-пен кетіп қалуы мүмкін ол, 3-4 жылға кетіп қалуы мүмкін. Конкретно кіріссек, просто желание. 2-3 адвокат айтып жатыр, давай деп. Тегін істеп берем бәрін. Мен бірақ айтып жатырмын, жақсылық түсінбесе басқаша болады. Зимний баллон айтпақшы, кім қай жерден басқа облыста баллон ауыстыру басталды ма, басталған жоқ па, зимний баллон қойып жатсыңдар ма, басқа қалалар жазып жіберіңдер, қанша болып жатыр жұмысы. Бізде Алматыда бүгін түнде уже -4 болады деген еді. Қазақ, как всегда, қазақ халық бір күн қалған кезде уже ертең керек болған кезде очередке тұрып алған да. 10 мың теңге баллон ауыстыру да, перекидка зимний на летний на зимний 10 мың теңге сұрап жатыр. И то очередь 10-15 машинадан тұр, вулканизацияда бар. Қазір кешке қайтып жатыр,
азанда бастаған, наверное, очередь тұр. Түнге дейін, азанға дейін, короче, істейін деп жатыр ғой аналар. 10 мың теңге. Сендер де қанша жазып жіберіңдер. Жамбыл облысында қазір қар жауып тұр дейді. Сол сендер жақтан келе жатыр ау? Қазақ мына жақтан келе жатыр ау? Батыс жақтан қар келе жатыр ау? Опа, Астана 14-15 мың дейді. Алматы әлі Құдайға шүкір екен ғой. Мен Жетісайымда 4 мың теңге шығар. Сарыағаш, Жетісай 4 мың теңге болу керек. Ары кетсе 6 мың теңге болады. 4 мың шығар. Түркістанда 4 мың дейді. Айтып жатырмын ғой, бәсе. Еще Түркістанды жамандайсыңдар, Чымкентті жамандайсыңдар. Қанағат болу керек қой, елки. Джип 18-20 мың. Мен 10 мың деп айтпақшы, жеңіл машинаны айтып жатырмын. Кішкентай жеңіл машина, 14-15-тік баллон, 10 мың деп жатыр. Қарабұлақта 5 мың дейді Рахимжан. Біз жақта 3 мың дейді. Тараз жақта айтып жатыр мына қазақ. Білмеймін, 10 мың өзі көп сияқты ғой, елки-палки. Заман нет қапты да, шөлдек қапты да, вулканизаторщиктер. Сол ғой, 20 мың деген не ол бағана? Астанада 18-20 мың деп жазып жатыр. 20 мың деген не деген баға ол? Реймова неге тыныш жүрмейді? Ол қазақ қой, қазір тыныш жүр ғой, өшті ғой, көрініп атқан жоқ қой. Еш жерде, может бір жерде қамалып жатқан шығар, біреулер Алмалинский РОВД-де көрдім, бірге отырдым, бірден кетіп атқан еді бір әйел. Что-то непонятно. Оны қазір сұрап атқанда жоқпын бұл жайлы ешкімнен. Іздеп атқанда жоқпын. Желание жоқ қой. Просто из принципа наказать ету керек. Түсінбейді ма? Олар да мені, мүмкіншілік болса, олар да мені аямайды ғой негізі. Шекеевті маған, менің үстіме, Мейірман Шекеев деген, ол да менің үстіме сол 174-пен жазған еді, Қаржаубайдың атынан 174 статьямен жазған еді. О мен әлі о теманы есептесеміз әлі. Қыссам тұрып кетеді, 17. Кеп қыстырып қойсай, қыстырып көрсей. Так, не темалар бар еді тағы. Айтпақшы, бәріне үлкен кеңес. Қысқа вакцина қойып алыңдар. Биыл қайтадан грипп эпидемия болуы мүмкін. Бір ыстық болып, бір күн бір жылып, бір суып, сондай болатын сияқты. Грипп, сондай бәлелерден вакцина қойып алыңдар. Зор нәрсе екен негізі. Кішкене тұмау болып қалуы мүмкін, бірақ грипптен хотя бы сақтанасың да. Өте қиын қазір. Обязательно вакцина 5-10 сом аямай, лучше қойып алыңдар, алдын ала қойып алыңдар. Ертең бегер ауырып, дәріге нетіп, жұмыс істей алмай, бір апта жатып, тұрамай, үйдің бәрін заразить етіп сөйтіп жүреді. Әсіресе адамдармен көп істесіп, бүйтіп сөйлесетін, уже қазір маскада ешкім келмейді, 6 секунд заразиться етесіңдер. Так что грипптен, хотя бы грипптен вакцина қойып алыңдар обязательно. Мына қазір баллонмен сияқты болмасын, қазақ ауырып уже өлейін деп жатқан кезде больницаға жүгіріп барады. Алдын ала үйренейік, алдын ала тірлік істеу да. Вакцина обязательно грипптен қойып алыңдар. И жігіттер жайлы айтпақшы, Шерзаттың тірлігіне қатысты жігіттер, анау Рысқұлов ауылдың жігіттері, оларды әлі уже 1,5 ай карантиннен шығармай жатыр екен, зонаға шығармай жатыр. Не себеппен түсінбей жатыр. 2 бала болып бөліп тастаған.
олардың туысқандарын хотя бы бір адам болса қазір естіп жатса, сіздерге кеңес берем, қалған ата аналарына обязательно жеткізіңдер, свидание барғанда балдарға түсіндіріп айтсын. Оларды специально сөйтіп морозить етіп отыр, екі бала бір бірімен ұрсып қырылысып шықсын деп. Шыдасын, әңгіме жоқ. Көніге бетпе бет отсаң, туған бауырмен, әке шешеңмен керек болса ұрысып қаласың да, шыдамайсың онша уақыт. Бір ай, 2 ай, 3 ай үйтіп ұстай берсе, бәрібір какой-то до того бір-біріңе надоел болып кетесің, азаннан кешке дейін бір морданы көре беріп, уже қаның қарайып кетеді, обязательно ұрыс жанжал болады. Олар бірігіп, бірге жүрмесін деп, әрқайсысы екеу бір-бірімен қырылып шықсын деп әдейі істеп жатыр. Сол балдарыңа жеткізіңдер. Наоборот, бауыр болып бір-біріне наоборот жақын болсын. Осындай қиыншылықты бірге өткіп жатырық, бір тамақ жеп жатырық бөліп деп, күніге былай бетпе бет бауыр болып жаттық екеуміз деп та. Наоборот, бір-біріне жақын болып, бір-біріне бірігіп ниет жүрсін. Сындыруға жол бермесін өздерін. Мықты болсын. Ертең бәрібір бір күн, 2 күн зонаға шығарады. Ол жерде дружный болып, коллектив болып, бір семейка болып араласып жүрсе, ешкім ештеңе істей алмайды оларға. Заниматься етсін, зонаға шыққаннан кейін спортпен заниматься етсін, режим соблюдать етіп, жақсылап тамақ жеп, өздеріне қарап жүрсе, көзің аштың, жұмдың, өтіп кетеді. 5 жыл өтеді, 3 жыл өтеді. Нормальный, подготовленный денсаулықтар мықты болып шығады әлі, Құдай қаласа. Соны обязательно бала шағаңызға жеткізіңіз. Бір-бірімен ұрысып қалмасын. Отказда болсаң 8 жыл береді екендер. Иә, Кука, сондай ғой. Кейбір полицейскілер қазір отказ жазып сал деп айтады. Адам білместен болды деп отказывайсыз дейді. Ана мочаны тапсыру, қан тапсыруға или үпіруге отказывайсыз деп жазып береді. Болды, жазып сал дейді да, аналар өтірік. Жаздың ба, болды, лишение кеттің, отказ. Абзал ғой, қазақ 23 жылға кеткен жігіттің аты Абзал. Анасы қазір бір қиын бір жағдаймен бір әрекет істеп жатыр, оны естісең, одан бетер жаның ашып кетеді. Жалғыз анасы бар, жұмыссыз, үйсіз, баласыз қалды, жаман қиын. Қазір сол баласына хотя бы кішкене жәрдем бер деп бір қиындау бір әрекет істеп отыр, оны айтпай-ақ қояйын. Абзал. Иә, передача рулямен кеткендер айтып жатырмын ғой. Сен оның қанын тексеріп, или сідігін тексеріп көрген жоқсың ғой, білмейсің ғой. Аузын битіп отырып, искемейсің ғой, искеш деп кейін рульға отырады. Сап-сау болып көрінді, ол мас болып шыққан, сен қалай жауап беруің керексің? Айтып жатырмын ғой, трезвый водительді жалдап да, объявлениемен звондап, кәдімгідей официально объявление тұр, трезвый водитель деп, услуги трезвый водитель. Соған звондап, соны шақыртып, сол мас болып шығып, 7 жылға кетіп қалған балдар бар ғой.